Сүйікті әйел болудың құпиясы. Әлемдік бестселлер. Мазмұндаушы Марфуға Шапиян. Автор Хелен Анделин. Күйеуімен 50 жыл бір шаңырақ астында тұрып, 8 бала тәрбиелеген бақытты әйел. Бірінші тарау. Шынайы махаббат. Үндістанның солтүстігіндегі Агра қаласында 17 ғасырда салынып, әлі күнге дейін әлемнің ең керемет ғимараттарының бірі саналатын Тадж-Махал кесенесі тұр. Ол үнді билеушісі Шах-Жаһанның сүйікті әйелі Мумтаз Махалға қойған ескерткіші. Мумтаз 14-ші баласын босану үстінде қайтыс болған. Шахтың басқа да әйелдері көп еді, бірақ осындай құрмет тек Мумтазға бұйырыпты. Ал біздің Тадж-Махалымыз қайда? Күйеуіміздің осындай құрметі мен махаббатына ие бола алдық па? Шынайы махаббат дегенде, егер еркек әйеліне үнемі жақсы көретінін айтып, туған күнін ұмытпай, сыйлық сыйлап, мейрамханаларға апарып жүрсе, сол махаббат па? Ұдайы көңіл бөлетіні мақтауға тұрады, алайда ол нағыз махаббат емес. Жақсы күйеу шын сезімсіз де бұлай айтылғандардың істей алады. Шынайы махаббат құштарлыққа, адал сезімге толы. Ер адам бар, жан тәнімен жақсы көргенде жаны әйелінің үстіне болады. Виктор Гюгоның махаббаты. Өмірде шын жақсы көрген әйелге деген шексіз махаббаты Виктор Гюгоның бір әңгімесінде былай көрініс табады. Жеке өз бақытым үшін өмір сүріп жүрмін бе? Жоқ, ол қарсы болса да менің өмірде жер басып жүргенім сол үшін ғана. Қайда барса да оның соңынан еру, өзімнің бар екенімді сездіру, оны барлық қауіп-қатерден қорғау менің міндетім. Вудро Вилсон. Президент Вудро Вилсонның 17 жыл бірге тұрған әйелі Элленге арнап жазған сөздеріне қараңыз. Өмірде барым үшін және маған нәсіп болған барлық нәрсе үшін саған қарыздармын. Егер отбасылық өмірде сенімен бақытты болмасам, қазіргі дәрежеге жетпеген болар едім. Сен қуаныштың қайнар көзісің. Жанымда сен барда маған ештеңе билік жүргізе алмайды. Сенің менің теңдессіз әйелім. Сені Құдай өзі сақтасын, әрі мейірімін төксін. Ал 28 жыл отасқанның кейін ақ үйден сені жақсы көрем. Ешқандай президенттің сен секілді идеальный әйелі болған емес. Жер бетіндегі барлық адамның ішіндегі ең бақыттысы мен шығармын деп жазған. Сендердің көпшілігің күйеулеріміз мұндай нәзік сезімге жоқ. Тіпті болған күнде де білдіре алмайды деп ойлауларыңыз мүмкін. Алайда олай емес. Әйел оята білсе, кез келген еркек нәзік романтик бола алады. Эгоисттік бе? Егер сіз шынайы махаббатты қалау эгоисттік деп ойласаңыз, қателесесіз. Мұндай махаббат ер адамның шын қуанышы. Ол оның өмірде жетістікке жетілуіне көмектеседі. Екінші тарау. Ер азаматтың ойындағы мінсіз әйел. Ер адамдар қандай әйелді мінсіз санайтынын білу үшін олардың көзімен қарау керек. Әйел сөйтсе сүйкімді болады деген түрлі стереотиптерден арылу керек. Өйткені ер адамдардың нені қалайтынын біз біле алмаймыз. Олар басқаша ойлайды. Әйелдердің өз арасында сүйсінетін қасиеттері ер адамдарды қызықтырмауы мүмкін. Керісінше әйелдер бір-бірінде онша мән бермейтін қасиеттері ер жігіттердің есін алуы ғажап емес. Кейде сырт келбетімізбен алысып, оған бар уақытымызды жұмсаймыз. Орта жасқа келгенде әжіміміз бен артық салмағымыз шошытады. Әдемілігіміз бен бірге күйеулерімізді махаббатынан да айырыламыз деп қорқамыз. Әйелді күйеуіне сүйкімді етіп көрсететін тек сырт келбет емес екенін білсек қой. Сырт келбет маңызды, алайда сіз ойлағандай деңгейде емес. Әйел күйеуіне сыртқы әлемділіктен жоғарырақ дүниелерді ұсына алу керек. Сенбесеңіз, күйеулерінен айырылған не бір сылқым сұлуды еске түсіріп көріңіз. Өзімше тартымды емес санайтын әйелдердің күйеулері оларға неге сонша адалдық танытатыны туралы ойлаңыз. Ал мен сіздерге ер азаматтар қандай әйелді мінсіз санайтыны туралы айтып беруге тырысайын. Сіздер жігіттердің талғамы әртүрлі ғой. Біріне сабырлы, тыныштықты жақсы көретін әйел керек, енді бірі ашық көңіл қызды ұнатады дерсіз. Рас десек те, олардың бәріне ортақ тартымды көрсететін қасиеттер бар. Мінсіз әйелдің бойында біз сол қасиеттерді іздейміз.
Періштелік және адами. Жігіттердің ойынша әйелдің екі сипаты бар. Бірі оның рухани қасиеттері, біз оны періштелік сипаты дейміз. Екіншісі адами мінездері, оның адами сипаты дейміз. Періштелік сипаты жігітті қалай бар солай қабылдайды. Ішкі әлемі бақытқа толы, көркем мінезді, үй шаруасының шебері. Адами сипаты биязы, жұмсақ, нәзік, бақыт, шашы тұрады. Сырт келбеті, жүріс-тұрысы, сөзі әдемі, балалық қылыққа тән. Екеуі де маңызды. Ер адамның көзінде осы екі қасиеті бар бойына сіңірген әйел мінсіз саналады. Күйеуінің шынайы махаббатына ие болу үшін екеуі де әйелге керек. Чарльз Диккенстің кейіпкері Дэвид Копперфилдтің оқиғасында Агнес пен Дора атты екі әйел келтіріледі. Агнес періштелік қасиеттердің көрінісі болса, Дораға адами қасиеттерден. Агнес. Дэвид Агнесті бала күнінен танитын, екеуі жақын дос болды. Агнес оны мұңайғанда жұбатады, қуанғанда жанынан табылады. Екеуінде рухани жақындық бар еді. Бірақ қанша достық пейілде болса да, Дэвид Агнеске емес, Дораға ғашық болады. Дора ер адамның жүрегіне нәзіктік құятын, оны құшақтап, қорғап келетін. Дэвид оны дауысы ғажап, көңіл күлкісі сыңғырлап, өзіне баурап алады деп суреттейтін. Оның еркелігі бала секілді, сенгіштігі Дэвидтің жүрегін жаулады. Періштелік сипат. Бірінші бөлім. Әйелдің періштелік сипаты оның рухани байлығы және мінезімен бағаланады. Еркекке өзін түсінетін әйел керек. Олар өзгеше ойлайды. Құндылықтары да әртүрлі. Мысалы, махаббат еркек үшін де, әйел үшін де маңызды. Алайда әйел өзін біреудің жақсы көргенін қаласа, еркек үшін махаббат әйелдің оған сүйсінгенін, тамсанғаны. Үшінші тарау. Ер азаматты қалай бар, солай қабылдаңыз. Егер жігіттің жүрегін жаулағыңыз келсе, оны өзгертпекке әуре болмаңыз. Қалай бар болса, солай қабылдаңыз. Әрине, күйеуіңіз алқаш немесе күш көрсететін болса, әңгіме басқа. Әйелдер күйеулерін қалай өзгерткісі келуі мүмкін. Біріншісі, жеке әдеттер. Дұрыс тамақтанбау, үстел басында жағымсыз қылықтар, сауатсыздық, ашуланшақ, көлік айдағандағы желікпелік. Екіншісі, уақыт өткізу. Көп жағдайда әйелдер күйеулерінің уақытты дұрыс өткізуін қадағалағысы келеді. Олар көбінесе достарымен кететініне, спорттық іс-шараларда жүретініне шағым айтады. Немесе көп уақытты теледидар алдында, диванда жатумен өтеді дейді. Үнемі шұғыл жұмыстары болатынын, үйге кеш келетінін, әйеліне хабарласып, ескертуді ұмытып кететінін айтады. Үшіншісі, міндеттер. Көптеген әйелдер күйеулеріне үйге жөндеу жұмыстарын жүргізбегені, бақта жұмыс істемегенін, жұмысты дұрыс жасамайтынын, бір істі соңына жеткізбейтінін айтып шағымданады. Қорытынды. Ер адамды өзгертуге тырысу сәтсіздікке ұшырататынын білдік. Өзін түзеп қысым жасап отыратын әйелді еркектің жақсы көруі екіталай екеніне көз жеткіздік. Күйеулерімізді емес, өздерімізді өзгертуді қолға алу керек. Тамсану. Некедегі әйел үшін күйеуінің өзін жақсы көргені маңызды болса, еркек үшін әйелінің тамсанғаны, тәнті болғаны керек. Ер адамның бұл қасиеті бала кезінен басталады. Ата-анасы таң қалдырғысы кеп жүреді. Әйелінің тәнті болғаны әсіресе жас отбасындағы мансабын енді бастап келе жатқан жігіттерге керек. Күйеуіңіз сізді қалай тәнті етуді қалайды. Ер азаматтар көбіне өзінің еркектік қасиетімен таңғалдырғысы келеді. Мысалы, ол сізге ыдыс жууға көмектессе, бұл іс мақтауға тұрғанмен таңғалуға тұрмайды. Сондықтан оның мына істеріне тәнті болыңыз. Біріншісі, физикалық күшіне. Екіншісі, еркектік ерлігіне. Ер адамдардың ісіндегі жауапкершілігіне, лидерлік қасиеттеріне, сексуалдық мүмкіндіктеріне, шешім қабылдағыштығына, бір іске берілгендігіне, интеллектіне, табандылығына, жетістіктеріне. Осындай тамсанулар өзін нағыз еркек сезінуге көмектеседі. Еркектің құрметтеуге әрі тамсануға тұратын іс-әрекеттері. Сіздерді қамтамасыз ету үшін жұмыста өткізген уақыты, газон қиюда, жиһаз жылжытуда, қақпа ашуда қажет болған күші.
сізге және балаларыңызға билік жүргізгендегі манера, сақалы немесе мұрты, двигательді жөндей алуы, дене бітімі, сексуалды әрекеттері, тік мінезділігі, ауыр жүрісі, еркектік киімі, төмен дауысы, кең иығы, ер адамға тән қолы, қолының күші. Күйеуіңе тамсануды қалай дамытуға болады? Бұрын мән бермеген қасиеттерін анықтаңыз. Өзіңіздің ойлай бермей, оған қызығушылық танытыңыз. Оны тыңдаңыз. Егер тыңдаушысы жақсы болса, ол өз жұмысы туралы жақсылап айтып береді. Күйеуді қалай тыңдауға болады? Еркекті тек тыңдап қоймай, оның осы тақырыпқа қаншалық берілгенін бақылаңыз. Егер айтқаныңыз бәрі түсінікті болса, таңғалдырған жерін табыңыз. Сұрақ қойыңыз. Жай ғана тыңдап қойсаңыз, күйеуіңіздің көңілі қалады. Оған сіздің сүйсінгеніңіз керек. Жақсы тыңдаушы болу үшін әйелге білімді болудың қажеті жоқ. Тамсануды қалай жеткізу керек? Жалпылама емес, нақты айтыңыз. Мысалы, осындай мықты жігітке тұрмысқа шыққаныма қуаныштымын деген секілді. Мені күшті қамтамасыз етіп отырсыз дегендей. Жұмсақ, нәзік үнмен көзіңізді қуанышқа толтырып айтыңыз. Қорытынды. Ол жасаған істер мен айтқан сөздеріне жіті мән беру арқылы тамсанудың шебері болып алуыңызға болады. Көбіне нақты әрі жылылықпен айтыңыз. Тапсырма. Күйеуіңізге мына сөздерді айтыңыз. Балаларыңды қамтамасыз ету үшін талмай жұмыс істеп жүргеніңе ризамын. Жан дүние тыныштығы, ішкі бақыт. Бәрінен бұрын еркекке бақытты әйел керек. Егер еркек әйелінің көзінен үрей бақытсыздық көрсе, оған жаны ашуы мүмкін, бірақ махаббаты артпасы анық. Сондықтан біз бірінші кезекте жан дүниеміздің тыныштығына қол жеткізуіміз керек. Ішкі тыныштық, бақыт, жеңісте де, жеңілісте де болатын жан дүниедегі гармония. Бақыт пен рахаттану. Көпшілігіміз ішкі бақыт рахаттану арқылы келеді деп ойлаймыз. Мысалы, қалаған үйімізге қол жеткізсек, ішін жиһазға толтырсақ, бақытты болатындай көрінеміз. Кейде бақытты болуымызға аздаған ақша мен жаңа жерге көшу жетпей тұрғандай көрінеді. Әрине, бұлар белгілі бір құндылықтар. Алайда, бақытты болуымыз үшін олардың болуы міндет емес. Біздің қателігіміз сол бақытты өзімізге рахат сезімін сыйлайтын қымбат дүниелерден іздейміз. Бақыт пен рахаттану мүлде бөлек дүниелер. Бақытқа қалай қол жеткіземіз? Еркекті түсіну әйелге үлкен бақыт әкеледі. Ана болу, үй шаруасы, сүйікті әйел болу бұл қуанышты еселей түседі. Ал мінезін жаңағыдай жетілдіре түсу оған тыныштық сыйлайды. Махаббат міндетті емес. Өзін бақытсыз сезініп жүрген әйел, күйеуім мені жақсы көрсе бақытты болушы едім деуі мүмкін. Бірақ ішкі бақыт басқа адамдарға, сыртқы жағдайға байланысты болмайды. Тіпті күйеуіңіздің махаббаты да сіздің бақытыңызға тікелей әсер етпейді. Ішкі бақыт әр әйел қол жеткізе алатын жеке жеңіс. Бірақ күйеуінің махаббатына қол жеткізе алмаған әйелдің бақыты да толық болмайды. Бақытсыз әйел көздері үнемі шаршап тұрады. Жүрісі шайқалып, иығы түсіп, дауысы жыламсықтанып тұрады. Мұндай әйелдерге шағымдану, біреу туралы асығыс пікір айту, пессимизм тән. Өз жасынан үлкен көрінеді, ішкі әлемі шаршаңқы, бірдеңеге алаңдаулы болады. Бақытты әйел. Ол әйелдің көзі бақытты шуақ шашып тұрады. Еңсесі көтеріңкі болады. Өзінде үміт пен сенім, оптимистік көзқарас басым. Ол жеңіл жымияды, айналасынан қуаныш сыйлайды. Ол сенгіш, өзінен тыныштық көрінеді. Жан дүниенің бақытына жеткізетін қадамдар. Ер азаматты түсіну. Ол түсіністікке қалай жетуге болатынын жоғарыда айттық. Мінезді дұрыстау. Өзіңді қалай бар солай қабылдай білу. Пенде болғаннан кейін кейде қателік жібересің. Өзіңнен көп дүние талап етуге болмайды. Сосын қарапайым нәрселерден ләззат ала білу, дүние талап етуге болмайды. Бір әйелдер қарапайым стақаннан су ішіп те қуана алады. Ал енді біреулер фарфор ыдысы болса да бақытсыз. Әйелдік рөліңді дұрыс атқару. Жақсы жар, ана болу, үй шаруасы, лайықты мінез. Еркекке тұғырдан шығарып, кейін оған бас иетін әйел керек. Ол әйеліне өзіне қарағандай мейірім, сабыр, түсінік күтеді. Тұғырға шығаратын қасиеттер. Өзіңді игере алу, самоконтроль, риясыздық, басқаның жетістігіне қуана білу, оларда да бар болса да деп тілеу.
Қайырымдылық – бұл тек кедейлерге беретін садақа емес. Нағыз қайырымдылықтың адамның рухани көтеру, мақсат қоюға көмектесу, үміт сыйлау. Батылдық – мақсатымыздың кейде сыннан, ұятқа қалудан қорқып бас тартып жатамыз. Кейде балаларымызды дұрыс тәрбиелеудің жолын өзіміз де білеміз, алайда біреулердің кеңесімен жүріп жатамыз. Бесіншісі – сабыр. Сабыр төрт жағдайда керек. Адамдармен қарым-қатынаста сабыр. Түнде жылап мазаңды алған бала ұрыс-керіс. Шаруадағы сабыр. 3 рет тамақ дайындау, ыдыс жуу, үй жинау. Үйдің бітпейтін шаруасын күле жүріп орындайтын әйелге еркек сүйсінеді. Арман мақсаттағы әйел. Мақсаттарына жету үшін күту, әрі көп еңбектену керек. Ол жаңа үй жиһаз немесе үйірме болуы мүмкін. Жақсылықты күту. Тазалық. Мен кейбір істер мен интимді өмірдегі тазалықты айтып отырмын. Шынайылық. Ерлі-зайыптылардың бір-біріне өтірік айтудан сақтану керек. Әйелдер көбіне тамақ дайын болмай қалғанда ауырып тұрмын немесе бір жерге кешіккенде балалардан жыға алмадым дегендей өтірік айтуы мүмкін. Тұғырға лайық әйелдік өтірік айтпау керек. Бойсыну. Бұл 3 бағытта болуы қажет. Осы дүниедегі құндылықтарға байланысты. Егер дүние мүлкіңіз болса, тәкаппарлықтан сақтану қажет. Білімге қатысты. Кейбір әйелдер алған білімімен мақтанып жатады. Сенен де мықты табылатын үнемі есіңде сақта. Өзіңді кемшіліксіз санау. Күйеуің сынап қателігіңді түзегісі кеп отыратын әйелдер осыдан шығады. Өз қадіріңді білу. Бұл қасиет әйелді ханшайым етеді. Кейбір әйелдер отбасына таңнан кешке дейін қызмет етіп, өзін ана, әйел емес күн етеді. Өзін сыйламай, өзгенің көзіне золушка боп жүреді. Ал өз қадірін білетін әйелдер отбасы мүшелерін сүйсіне қарайды. Күйеуіне жағу үшін бәрін істейтін әйелге күйеуінің құрметі жоғалады. Күйеуі өзіне дұрыс қарым-қатынас жасамаса да, ол әйел қадір-қасиетінен айырылғаны. Басты мақсат – күйеуіңіздің махаббатына қол жеткізу жолында сіз үшін басты принцип оған өзінің ер азамат екенін үнемі сезіндіріп отыру. Еркекке керегі әйелінің оған үнемі тамсанып, таңданып, сүйсініп отырғаны. Сіз өзіңізді үстіңізге көшкін құлағандай әсерде сезініп отырған шығарсыз. Онда берер кеңесім, кітапта айтылған дүниелерді бір-бірден қолдануға көшіңіз. Алдымен 1 апта бір қасиетті бойыңызға сіңіруге тырысыңыз. Сосын келесісіне көшіңіз. Барлық материалды игергеніңізде бәрінің басын біріктірсеңіз, солай күйеуіңіз үшін сүйікті әйелге айналғаныңызды, шексіз махаббатқа ие болғаныңызды білмей қаласыз. Рахмет бәріңізге. Каналымызға тіркеліп кетіңіз.